Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін мен сіздерге интернет ресурстардың жалғасы LearningSap деп аталатын осындай программаны көрсететін боламын. Ол үшін Яндекс поискке немесе Google поискке осылай жазамыз LearningSap деп. Ең бірінші шыққан сайтқа осындай галочкасы бар, соған кіреміз. Міне кірген кезде мен тіркеліп қойғанмын, сондықтан мен уже кіріп жұмыс жасай аламын. Сіздерге көрсетейін. Мысалы, вход дегенді басасыздар. Мұнда создать новый аккаунт деп, мұнда аты жөндеріңізді, email почталарыңызды, жаңа пароль, сол парольді қайталап жазып, барлығына келісім беріп, мына кодты жазасыздар. Содан кейін создать конто дейсіздер. Ал мен осы тіркелген аккаунтпен кіре беремін. Міне кірдім. Енді әріптестер жұмыс жасауды бастайық. Ол үшін ең алдымен все упражнения дегенге кіреміз. Қандай упражнениялар бар екен сіздерге көрсететін боламын. Маған өте қатты ұнайды осы LearningSap оқушылар өте қызығып орындайды тапсырмаларды. Міне осы жерде барлық пәндер бойынша жаңағы тапсырмалар берілген. Міне английский язык бойынша, астрономия, биология, тағы басқа. Соның ішінде қазақ тілі бар ма екен, қазір көреміз. Міне другие языки деген кіреміз. Кірген кезде басқа да тілдер шығып тұр. Міне көріп тұрсыздар ма? Қытай тілі, Польша, белорусский және тағы басқа. Соның ішінде қазақ тіліне мысалы кіріп көрейік. Әріптестеріңіздің жасаған жұмыстарын көре аласыздар осы жерден. Мысалы, біреуіне кіріп көрейік. Жеміс жидек көкөніс дейді. Қалай жасалған екен? Берілген тапсырмаларды мұқият оқып, дұрыс орында дейді. Бірінші тапсырма. Яғни картинкамен сәйкестендіріп осылай болып шығуымыз керек. Алма мұнда қоямыз, жүзім мұнда қоямыз. Барлығын осылай жалғастырамыз да. Сосын тексереміз. Алмұрт, анар. Енді барлығын сіздерге қазір орындап отпаймыз. Сіздердің өзіңіз просто осылай орындау керек. Және астыға түскенде галочка болу керек мұнда. Дұрыс орындамадым екен. Басқасын көрсетейін сіздерге. Айлар атауы дейді. Айларды мезгіл бойынша таңдап ал. Желтоқсан мына суретке сәйкес, қыркүйек мына суретке сәйкес деп жалғастыра бересіздер. Міне астында осындай галочка тұрады, яғни тексеру. Тексеру барлығы дұрыс, енді ары қарай жалғастырыңыз деп тұр. Шілде мысалы қай жерге келеді? Мұнда келеді, мұнда келеді, басу керек. Енді біз басқа упражненияларды жасау үшін новый упражнение деген басамыз. Міне көптеген түрлері бар осындай тапсырмалар жасаудың. Егер бос уақыттарыңыз болып жатса, кіріп көруге кеңес беремін. Осылай сіздер де дайындап көріңіздер. Міне өте көп түрлері бар. Мен қазір сіздерге классификация деген түрін көрсетейін. Пример деген мысал ретінде үлгілер беріледі сіздерге. Енді осындай жаттығуды біз өзіміз жасап көрейік. Создать новое упражнение деген батырманы басамыз. Название дейді, яғни қандай тақырып. Мысалы, жалғаулар деп қояйық. Енді тапсырма. Қандай тапсырма? Жіктік, тәуелдік, жалғауларын тап. Жалғауларын табыңыздар. Міне описание деп тұр. Бұл жерде задний фон, яғни артында жаңағы картинка қойғыңыз келе ме жіктік жалғауға және тәуелдік жалғауға. Бірінші жіктік жалғауға мысалы картинка қойғыңыз келсе, осылай басасызда интернеттен іздеуге болады, ссылка арқылы кіруге болады, немесе өзіңіздің компьютеріңіздегі суретті қоюыңызға болады. Мұнда осы классификация бойынша пайдаланылған суреттер. Жаңа кіріп көрсеттім, сол суреттер. Мені көріп тұрғандарыңыздай. Мен сурет қолданбай
тек қана текст жазайын. Текст мысалы жіктік жалғау. Жіктік жалғау. Енді элемент, яғни жіктік жалғауға апарамыз ба оны, немесе тәуелдік жалғауға апарамыз ба? Мысалы, мен ары қарай добавить картинка қоюыңызға да болады деп айтамын, немесе өзіңіздің аудио записіңізді жазуыңызға болады, немесе дайын өлеңді қоюға болады, немесе видеоны қоюға болады. Ары қарай ол добавить следующее. Сен картинка қоюға болады, немесе жаңағы видео қоюға болады. Сіз екінші задний фонға тәуелдік жалғау деп жазамыз. Жалғау. Бірінші элементке сенің, оның, көптеген осы элементтер добавить етуге болады. Менің, сіздің. Енді бір-бірден жаңағы карточкаларды шығаруға болады, немесе барлығын бір дегенде шығаруға болады. Мен бір-бірден шығарып көрсетейін. Мұнда бізде жаңағы бағалау, кері байланыс, яғни дұрыс жауап берсе, қалай жазамыз? Жарайсың. Барлығы дұрыс. Бұл жерде, если хотите, можете оставить это поле пустым деп тұр. Пустой қылып тастап кетейік, подсказка жазуға болады. Мұнда завершить и показать предварительном просмотре деп тұр. Басамыз. Міне біздің тапсырма жалғаулар деп тұр жоғарыда. Задание жіктік тәуелдік жалғауларын табыңыздар. Мен жіктік жалғауға апарамын, сен жіктік жалғауға апарамын, менің тәуелдік жалғауға, сіздің тәуелдік жалғауға, сенің тәуелдік жалғау, оның тәуелдік жалғау, ол, сізді. Мына батырма, яғни тексеру. Жарайсың, барлығы дұрыс. Егер қате болса, мысалы, тексеру қате. Осылай шығады. Енді осы жұмысымызды сохранить етіп қояйық. Сақтап алайық өзімізге. Сохранить упражнение. Ол сіздің упражнениеңіз осы файлда, осы жерде болады. Енді сіз осы ссылканы оқушыларыңызға жібергілеріңіз келсе, осылай копировать етіп аласыздар да. WhatsApp арқылы, немесе Telegram арқылы, Instagram арқылы жібере бересіздер. Оқушылар кіріп орындай алады. Міне осылай жасалады. Ал енді өзіңіздің осы жұмысыңыз көргіңіз келсе, осы батырманы басып кіресіз. Міне сіздің тапсырмаңыз жалғаулар. Әзірше 0 адам көрген. Керек емес болса, удалить тастай аласыз. Өзгерткіңіз келсе, осы батырманы басып өзгерте аласыз. Міне осылай. Тағы бір упражнение көрейік. Другие языки. Қазақ тілін таңдап, кіріп тапсырмаларды көре бересіздер. Новое упражнение кіріп тапсырма көрсетейін тағы. Слова из букв, да, осыны көрейік. Міне пример берілген бізге. Қандай пример? Мысал ретінде. Міне. Енді өзіміз дайындап көрейік. Создать новое упражнение. Тақырып қыс мезгілі. Тапсырманың атауы. Сөздерді табыңыздар. Міне мұнда сурет қоюыңызға болады, немесе қоймай қоюыңызға да болады. Жай ғана осылай кете беруге болады. Мысалы, картинканы мына жерден де алуыңызға болады, осы дайын фотоларды. Мысалы, өзіңіздің неңізден, жаңағы компьютеріңізден де аласыз. Міне мынау сурет менің тақырыбыма келіп тұр, қыс дегенге. Енді бастаймыз. Бірінші сөз. Мысалы, сөз, қандай сөз жазамыз? Тұман.
Добавить следующий элемент. Аяз. Суық. Аққала. Так, ары қарай жаңбыр. Тағы басқасын жаза беруге болады. Диагональ қылып жасауымызға болады. Келесісін береміз. Табатын сөздерді бірден көрсетуге болады. Подсказка керек емес. Используй буквы вместе прописанных. Строчный букв керек. Енді так, мұнда жаңа кері байланыс. Енді завершить и показать. Сөздерді табыңыздар. Бірінші суық. Қараймыз былай. Суық. Тамаша. Жаңбыр. Жаңбыр сөзі қайда екен? Іздеп көреді оқушылар. Іздейді. Тұман деген сөз таптым мен. Аяз деген сөз таптым. Аққала. Аққала. Енді жаңбыр. Міне жаңбыр сөз. Жаңбыр. Қырынан да оңнан солға төменге барлығына дайындап береді өзі. Тамаша. Сохранить упражнение. Міне ссылканы сақтап аламын. Осыны мысалы WhatsApp арқылы біреуге жіберіп көрейік. Міне әріптестер, WhatsApp арқылы жібердім. WhatsApp арқылы тапсырманы орындап көрді. Осылай сіздер де WhatsApp арқылы оқушыларыңызға жібере аласыздар. Ссылканы копировать ете аламын. Міне осындай тапсырмалар бар. Өте оңай программаның бірі. Сосын мұнда для начинающих деген осы. Ары қарай қиын тапсырмаға, күрделі тапсырмаға қоятын болсаңыз, былай соза бересіз. Міне өте күрделі, яғни үлкен сыныптарға арналған тапсырмалар. Міне осындай. Назарларыңызға рахмет. Менің каналымда тағы басқа көптеген видеолар бар. Сондықтан кіруге, сол каналыма кіріп тіркелуге, видеоларды қарауға кеңес беремін. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Dara.kz әдіс-тәсілдер мен интернет. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Dara.kz. Бүгін әдіс-тәсілдердің ерекше заманауи түрлерін бірге білетін боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар, каналға жазылып. Міне әріптестер, каналыма кіріп, көптеген видеоларды қарауларыңызға болады. Сабақтарыңызды пайдаланып көріңіздер, өздеріңізді басқа қырларыңыздан көрсетіп, оқушыларды сабаққа деген ынтасын, дарынын арттыра беріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Беттерден көріне берулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Егер видео ұнаса, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.